Ассалаумағалейкум, құрметті достар. В общем, жігіттер, Қуат, келесі бойын қашан, келесі жекпе-жекке қашан шығасың деген сұрақтарды қоймай-ақ қойсаңыздар болатын сияқты. Өйткені бір емес, мына екінші жекпе-жегім Атмена болайын деп жатыр. Ақпанда бокс өсетін жекпе-жегім Астанадағы отменили за мои политические взгляды. Міне екінші жекпе-жегім тағы бірдеңем ұнамай қалған, в общем, өкіметке. Сондықтан анау көптеген жігіттер айтып жүреді, ой, Қуат деген ол хайп үшін істеп жүр, жаңа айтқан шындықтарын бәрін өз-өзіне реклама жасап жүр деп. Реклама ондай болмайды, жігіттер. Менің бүткіл шындықты айтқан сөздерімнің кесірі маған өзімнен бұрыннан анау ескі Қазақстаннан бері зардабын шегіп жатырмын. Өйткені ескі Қазақстанда менің 4-5 бойымды Атмена жасап, спонсорлардар, жаңағы реклама жасайтын компанияларға міне тура контракт қоятын кезде нағып Қуаттан басқа спортшы табылмай қалды ма, отказ бердіңдер деп, сол ескі Қазақстан мені қысатын. Міне жаңа Қазақстан болды. Жаңа Қазақстан дегенде өтірік сияқты. Өйткені міне 27 ақпан күні болатын боксымды Атмена жасады, за мои политические взгляды. Енді міне осы 27 мамыр күні болатын жекпе-жегімде болмайтын сияқты. Сондықтан маған қандай болмаса да, орысша айтқан кезде это меня не ломает. Қандай не істесе де маған, мен әрқашанда шындықты айтуға және де халықпен бірге болуға дайынмын.